Хаббл ғылымы. Хаббл тұрақтысы, кеңеюдегі әлем. Біз әлемнің кеңейіп бара жатқанын білеміз. Шамамен 100 жылдан бері әлемнің кеңею жылдамдығын біз Хаббл тұрақтысы деп атайтын сан сипаттайтыны белгілі. Хаббл телескопы ұшырылғанда оның негізгі мақсаттарының бірі алыс галактикалардағы жеке жұлдыздарды ажырату арқылы әлемнің кеңею жылдамдығын Хаббл тұрақтысын өлшеу болды. Хаббл шынында да алыс галактикадағы жеке құрамдастарды, жұлдыздарды оңай ажырата алған алғашқы телескоп болды. Бұл галактика қашықтығын өлшеуге мүмкіндік берді. Ал ол әлемнің кеңею жылдамдығын өлшеуге қажет шаманың бірі. Кейін бірнеше қызмет көрсету миссиясы Хабблдың сезімталдығы мен ажыратымын жетілдіріп, сайып келгенде, тозаң аз әсер ететін таяу инфрақызыл диапазонда бақылау жасауға мүмкіндік берді. Алыс жарық көзінің қашықтығын анықтамақ болғанда, бүкіл әлемге шашылған тозаң жарықты әлсіретіп, оны іс жүзіндегіден қашықта деп шатастыруы мүмкін. Хабблдың кісесінде кеңею жылдамдығын осы күнге дейін қолданылған тәсілдермен өлшейтін барлық аспап бар. Хаббл, қараңғы энергия деген атқа ие болған әлемнің жаңа құрамдасы арқасында, әлемнің кеңею жылдамдығы үдеп бара жатқанын анықтады. Қараңғы энергия гравитацияның таңбасын өзгертеді, яғни іс жүзінде тебетін тарту күшін туғызады. Құлаққа өте оғаш естілетін бұл жайтты Исаак Ньютон түсінбесе, бірақ ол жалпы салыстырмалылық теориясының, Ньютонның гравитация теориясын алмастырған Эйнштейннің гравитация теориясының ерекшелігі. Және бұл теория бойынша тұрақты энергия мен бос кеңістік болса, міндетті түрде осы тебуші гравитацияны туғызатын нәрседе болады. Ең әлсіз гравитация галактикалар арасындағы бос кеңістікте болатындықтан, қараңғы энергия алыс ғарышта барынша күшті әсер етеді. Ол қазір әлемді күннен күнге жылдамырақ кеңеюге мәжбүрлеуде. Джеймс Уэбб ғарыштық телескопының мүмкіндіктері Хабблдікінен де жоғары. Ажыратымы үлкенірек. Және тозаң әсерін азайту үшін инфрақызыл бақылау диапазонын кеңейте алады. Сондықтан ол кішкене тозаң шүйкелерін елемей, әлемнің кеңеюін калибрлеу үшін қолданылатын алыс жұлдыздардың анығырақ көрінісін береді. Біздің алдымызда тұрған мақсат Хаббл тұрақтысын 1% дәлдікпен өлшеу. Сондықтан осы өлшемдерді нақтылау және қараңғы энергия күйінің теңдеуін білу үшін Хаббл мен Уэбб ғарыштық телескоптарын қолданамыз.